Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, құрметті достар. Бүгін міне 8-ші қараша айының 8-і. Қараша айының 1-нен бастап қошқарлар күйекке түсіп жатыр. Бүгін арнайы қой бағып шықтым. Міне қой, қар жауып тастаған, қыз, міне қошқар. Қызыл қошқар шығарып жатыр. Шетінен тоқты міне, күйлеп жүрген тоқты. Күй жақсы болса тоқты да күйлейді. Семіз болса. Осы бірі қошқар, осы қызыл қошқар. Тағы да бір қара қошқар бар, киссар қошқар. Ол да жүр осы жерде. Екі жасар қошқар. Жақындап көрсетейін. Киссар, екінші қошқар. Текелер шығып кетті барлығы. Міне және де мына қызыл қошқар. Рекс, үстіне де. Үстіне бар. Аржан, қайыр. Рекс, қалайсың, Рекс? Рекстің жағдайы міне қарны тоқ, уайымы жоқ. Қай кете берсін. Ат суғарып келейік біз. Содан достар, күніміз сәтті өтсін. Барлықтарыңызға, істеріңізге береке, сәттілік, табыс тіледім. Мынау қазақта сөз бар ғой. Досыңа не тілесең, сол болады дейді. Жақсы тілек, пікірлерге көптеп жазып жатырсыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Жауап бере алмай жатсам, айып етпеңіздер. Себебі бізде мына жерде қыстауда интернет ұстамайды. Интернет ұстаса, проблем жоқ еді. Интернет қана кем болып тұр. Қандай табиғат, тұмса табиғат. Сағат таңғы сағат 7:30. Әлі күн шыққан жоқ. Бері қаратай. Айналаның бәрі аппақ қар. Осындайда келіңіздер. Мына тауды аралап, қыдырып, серуендеп демаласыздар. Демалтып жіберемін. Конный поход, конный тур, яғни атпен саяхат ұйымдастырып берем 1-2 күнге. Талпиып талаураған баян жүрек. Міне мына баян жүрек тауы, алдымыздағы Жетісу Алатауы.
Солай достар, бүгін мен сіздермен болам. Видеоны аяғына дейін көріп, лүпіл басып, пікірі жазып, каналға жазылып қойыңыздар. Қайыр, жағар жаған. Бар. Хере. Бар. Қайыр ажан, қайыр. Хере. Бар. Ар жағына. Ар жағына. Бастауымды сағындым. Қайыр, болды. Қатар жүрген Ар жағын. аққу білген достарымды сағындым. Ар жағына бар. Қайыр ар жағын. Қалды. Артыңда қалды ана Рекс. Әриді. Әре. Қайыр ар жағын. Қайыр. Бүркіт салған Айда. Бар. тауларымды Бар. Ар жағына. Атқа шапқан, көкпар тартқан жайлауымды сағындым. Қызық туған жылдарымды сағындым. Қайыр ар жағын. Қайыр. Ей, Рекс, сол жағын айда. Жоғар жағын, қайыр бар. Қайыр. Қайыр алдың қайыр бар. Аха. Бар. Қайыр. Қызық туған жылдарымды Қайыр алдың, қайыр. Аха. Алдына бар. Ар жағын, қайыр ар жағын. Бар. Молодец. Давай. Ар жағын қайыр. Аха. Молодец. Болды, қайт бер. Артқа қайт. Жай еді. Мә, қалды әне ешкі. Ешкі қалды. Чек. Аха. Ай, молодец. Аха. Бер кел. Мына жаққа кел. Аха. Жай. Аха. Жай. Ар жақ таканса артына бар. Аха. Артына бар. Аха. Артында қалды. Ар жағына бар. Ар жағына. Қара артын. Тексер. Болды, ей. Бер кел. Тоқта, бер кел. Бер кел. Жаныма кел. Кел, артында қалды. Иши, артында қалды. Міне достары, қараңыздаршы, атқан таң арайлап шуағын шашқанда, бетіңнен келіп қаққанда, әдемі бір табиғаттың күш құдіретін сезінгендей күйде боласың. Осылай достар, анда-санда қой бағып тұру керек. Қой бағудың пайдасы көп. Айта келсек, егер сіз сондай бір шыдамсыз, табансыз, сабырсыз адам болсаңыз, онда қой бағу керек сізге. Бұл қой бағу адамға сабырлықты түсіндіреді. Сабырлы болуды үйретеді. Табанды болуды үйретеді. Сондай бір тағда не айтуға болады? Шыдамдылықты, төзімділікті, өмірдің кез келген қиыншылықтарына сынып қалмайтындай сондай бір тәрбиелік мәндері бар. Балаларыңызға қой бақтыру керек. Хотя бы 1-2 күн болсын бақтыру керек. Мен өзім анда-санда қой бақтырып тұрамын. Қой баққанға бір жаман ойлардан тазарып, табиғатта жүріп, ойланасың. Ойлап, қалай, анау қалай, мынау қалай, ойлап, анализ жасап, анау абай айтады ғой, егер адам болғың келсе, жылына 1 рет өзіңе есеп бер. Жылына 1 рет немесе айына, айы болмаса аптасына, күніне өзіңнен есеп ал дейді.
абай айтады, егер адам болам десеңіз, есеп беріп тұру керек адам өз-өзіне. Солай осы қой бағып жүрген кезде ойланып тұрып, өзіңе бір ішкі состоянияңды түзеуге болады деп айтуға болады. Ішкі жай күйіңді. Мысалға, бір мәселе болса шешесің ойлана жүріп. Солай қой бағудың осындай бір пайдалары бар. Ең бастысы сабырлықты үйретеді. Сабырлы болайық достар, сабырлы. Бұл өмір сынақ. Сынақтарға қарсы тұрып сабырлы болып, ақылмен шешу керек, эмоцияға берілмеу керек. Міне достар, қой бағып отырған отырыс. Міне қой кетіп бара жатыр, ана болды, анау жақта. Иә, жаңа қой бағу туралы біраз әңгіме өрбіттік. Тағы да қосып айта кететін әңгімем бар еді. Бірінші қой бағудың пайдасы, бірінші жаңа сабырлық, төзімділік дедік. Екіншісі бұл жерде өжеттілік. Ерлан Ақатаев ұстазымыз айтқандай, өжеттілік. Яғни қойды сен қарайсың, жан-жағыңа қарайсың, қасқырдан қорғайсың. Қасқыр, анау қазақта сөз бар. Жау жоқ деме, жар артында бөрі жоқ деме. Жау жоқ деме, үй артында бөрі жоқ деме, жар артында дейді. Мына жақта торғылда жүрген, мына тауда алдында 7 қасқыр көрген. Мына жағында 2 қасқыр, мына жақта 2 қасқыр, өшім қасқыр бар, жоқ емес. Солай солардан қарап отырып, сақ болып отырып, өте сақтық. Мынау ан жақ кетіп қалды ма, мынау мына жақ кетіп қалды ма, қарап бақылап отырасың әрдайым. Бұл өжеттілікті талап етеді. Және де тағы да бір пайдасы бұл ойлану. Жаңа айтып өттім ғой. Ойлану, яғни мына аспанға қарап ойланасың. Тастарға қарап ойланасың. Алла тағаланың жаратқан жаратылысы Құранында айтады. Астағфирулла, мен сендерде тауларды қазық қылып жараттым дейді. Қазық сияқты жараттым дейді. Қалай енді мына тауларға қарап отырып, өзің ойланып отырып бір ойға батасың ғой. Өзіңнің бір кішкентай құл екеніңді сезініп, қалада жүрсең, бұл қайдағы сезген бұның бәрін. Атқа қарап отырып, қойдың өзіне қарап отырып, ғибрат сабақ алатын нәрсе көп өте. Айналаға қарап, тіршілікке, табиғатпен үндесіп, сондай бір сезімдер. Үшінші айтатын пайда дүние бұл қой бағып жүріп, яғни қой баққан адам, қойшы дейілді. Мейірім, рақымдылық дегенді үйренеді. Яғни ол мысалға жерде жүр бір қой, аяқ асты құлап қалды, ақсап қалды. Оған сен қарамағанда кім қарайды? Ан жерде мейірімділік, жанашырлық деген дүние пайда болады да. Сондай бір тәрбие. Қозыны қарау, қозыны көтеру, қозыны емізу. Бұның бәрі мейірімділік болмаса, бұның бәрі болмайтын нәрсе. Мейірімділік, рақымдылық. Және де төртінші айтатын нәрсе бұл еңбек. Яғни кішкентай балаларды қой бақтыру арқылы еңбектендіру, яғни өмірге деген көзқарасын еңбекпен пайда табуды, яғни кәсіпті тек өзінің адал табысымен еңбектену арқылы үйрету. Яғни абай айтады ғой, есектің артын жусаң да мал тап дейді, ақша тап дейді. Өз еңбегімен, адал еңбегімен ұрлама, арам табысқа жол бермеу керек. Яғни осындай кішігірім шаруалардан, ұсақ-түйектерден, оның бірі осы қой бақтырудан адамды, жаңағы кішкентай жас балаларды еңбекке баулу, осы еңбек арқылы. Яғни бұл жерде әр адам мұсылманға мұсылманға тән қасиет сипат, адал еңбектен тамақтану, яғни өз қолынан тамақтану, яғни өзінің тапқан табысынан тамақтану. Сол кезде ғана мұсылмандық сипатқа ие болып, мысалы харам нәрсе жеуге болмайды. Харам нәрсе жесең 40 күн дұғаң қабыл болмайды. Хадис шариф бар осындай. Сондықтан мінекей достар, осындай келіп қой бағам десеңіздер, келіңіздер. Қой бағып бір демалып кетіңіздер.
Әрине әзіл болса да жанды әзіл. Шынымен айтам, той баққыларыңыз келсе келіп бағыңыздар. Жандарыңызда жүрген бағысып. Солай достар, тағы да түсіретін боламын. Каналға жазылып, лайк басып, қолдау білдіріп қойыңыздар. Көріскенше күн жақсы онда. Міне отырған отырыс, телефон ұстамайды, сет жоқ. Күн жылы, плюсовой болып тұр, әдемі. Рахмет. Ал міне достар, сағат деген 12:30 болды. Жұмыспен. Түскі аспен, міне түскі ас. Үйден алып кетіп, мынандай термоста жылы шай. Ал ас болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін.